Қазақстанда ұшқан ұшақ жайлы шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Сәлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қостанай Астана бағытындағы Қазақ Эйр әуе компаниясының жолаушы ұшағы техникалық ақауға байланысты Қостанай әуежайына қайта оралды. Ұшақ портында ресейлік ura.ru басылымының тілшісі болған. Журналистің айтуынша, Қостанай әуежайында ұшақ көтерілмек болған сәтте оның дөңгелегі өртене бастаған. Ұшақ көтерілмек болып қозғалып, кенет тоқтай бастады. Мен дәл осы дөңгелектің жанында отырдым. Тоқтау кезінде жалын шығып, дөңгелек өртене бастады, деп жазды ресейлік журналист. Жолаушылар жылап жақындарына қоштасу хатын жазды. Эйр Астана ұшағы апатқа ұшырай жаздады. Әуе компанияның баспасөз қызметі де жағдайға қатысты мәлімдеме жасады. Ұшақта техникалық ақау аяқталды, сол себепті ұшу процесі тоқтатылды. Кейбір жолаушылар дөңгелек бөлім аумағында қысқа жарық шамдарын байқағанын атап өтті. Бұл техникалық тексеріс барысында ескеріледі. Әуе компаниясының техникалық тобы ақауды тексеру және жою үшін Қостанай әуежайына жіберілді делінген хабарда. Компания жолаушыларға қонақ үйде орналастыру, билет ақшасын толық қайтарым немесе басқа рейске айырбастау мүмкіндігі ұсынылатынын атап өтті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.